Жеңістің 80 жылдығы мерейтойы қарсаңында орталық басшылығы Теміртау қаласының қарт тұрғындарының бірі, тыл еңбеккері Нұрбану Аубакированы құттықтап қайтты. 96 жастағы қарт ардагерге мерекелік сый-сияпаттар жасалды. Мереке құтты болсын, мынау жеңіс мерекесі қарсаңында өздеріңіз сияқты мынау жеңісті жеткізген біздің майдангерлерімізбен бірдей тылда еңбек еткен. Сол құттықтап бүгін тұңғыш президенттің тарихи мәдени орталығының ұжымының атынан келіп отырмыз. Бір ғасырға жуық өмір сүрген Нұрбану Қисматовна әлі тың екен. 5 жасында анасынан жетім қалып тағдырдың талай тауқыметін тартқан жанды қиын өмір шыңдапты. Балалық шағы да соғыс жылдарында қиындықпен өткен. Сол күндерді көзіне жас ала отырып еске алады. Ардагердің отбасы Теміртау қаласына 1971 жылы көшіп келген. Соғыс ардагері марқұм жары Фарид Аубакировпен 6 ұл қыз өсірген. Бүгінде 11 немере, 21 шөбере, 2 шөпшек сүйіп отырған үлкен әулеттің берекесіне айналған жанды ұл қыздары алақандарына салып күтіп отыр. 5 уақыт намазын қаза қылмаған ақ жаулықты ананың бар тілегі жастардың болашағының жарқын болуымен заман тыныштығы ғана. Менің көрген қорлығымны көрмеген заманасы тиіс болсын. Жақсылықтан басқа жамандық көрмегіз. Аяғызына аттаған сайын, Ғызиғайассаламың аяғын асқан сайын ақ жолына асып тұрсын. Жолы болсын. Ондай балашақта болған заман ол. Ғызиғайассаламның ақ жолына асқан. Мұхаммед Расулларда Allah barda. Сондай замандар болды. Осы балашағын сиған-сиғандығын рахатын көріп, балашағағын рахатын көріп, дүние жүзі тиістік болсын бәрінен де.